1986 жылдың 23 қыркүйегінде Шығыс Қазақстан облысындағы Аягөз бен Тары Асу аралығындағы темір жол тармағында жүк пойызы адамды басып кетті. Аягөз бекеті бастығының орынбасары 34 жастағы Бағлан таңертең жол жөндеушілер тарапынан табылды. Дәлірек айтқанда, оның денесінен қалған бөлшектер темір жол бойымен 400 метрге шашылып кеткен еді. Оны күртесінің қалтасынан табылған құжаттар арқылы ғана таныды. Күрте соққының екпінімен жол жиегіндегі иіндіге ұшып кеткен екен. Дененің түйі соншалықты нашар болғандықтан, пойызбен соқтығысу фактісінен басқа ештеңені анықтау мүмкін болмады. Сараптама қанында 2,1 промилле ішімдік барын көрсетті. Қорытынды. Темір жол көлігіндегі жазатайым оқиға. Мас азамат қараңғы уақытта жолға шығып кеткен. Іс 30 күннен кейін жабылды. Қысқы мезгілде жиі кездесетін қайғылы жағдайлардың бірі. Мұндай оқиғалар облыс бойынша бір маусымда 10 шақты рет қайталанатын. Бірақ бұл жағдайдың кездейсоқтық емес екенін тек бір адам ғана білді. Ол 54 жастағы темір жол қарауылшысы Оразбай. Ол жүзі күнге қақталған, арықша келген. Сөзі аз, бірақ қолы қарулы жан еді. Ол Бағланның басына не күн туғанын жақсы білетін. Өйткені сол түні 9 шақырымдағы ескі қарауыл үйшігінде қолына ауыр сүймен ұстап тұрған сол еді. Күтті, ақыры дегеніне жетті. Оразбай 1932 жылы туған Аягөз ауданының Шар кентінің тумасы. Ата-бабасынан бері темір жолшы. Атасы патша заманында шпал төсеген. Әкесі бағыт беруші болып жұмыс істеп, 1943 жылы Сталинград түбінде шәһид болған. Анасы жалғыз өзі өсірді. 17 жасында Оразбай да темір жолға келіп, жол жөндеуші болып бастады. 30 жасқа келгенде жол қарауылшысы болды. Аягөз бен Шар арасындағы 12 шақырым жол. Күн сайын сол жолмен ары-бері жүреді. Рельстерді, түйіскен жерлерді, шпалдар мен бекітпелерді тексереді. Қыста тізеден келетін қарда, жазда аптап ыстықта, күзде ми батпақ балшықта. 34 жыл бойы бір бағыт. Өз аумағын өз денесіндей жақсы білетін. Әр бұрылыс, әр еңіс, ендідегі әрбір сызат оған таныс еді. Барлық пойыздардың кестесін минутына дейін жатқа білетін. Машинистің қай жерде тежегіш басатынын, қай жерде жылдамдық қосатынын, қай тұста бұрылыстан ештеңе көрінбейтінін беске білетін. 1960 жылы бекеттегі медициналық бекеттің фельдшері Бәтимаға үйленді. Бәтима жуас, төзімді әйел еді. Бекет маңындағы ағаш үйде тұрды. Бай да емес, кедей де емес. Ел қатарлы өмір сүрді. 1970 жылы жалғыз ұлы Әлібек дүниеге келді. Басқа бала болмады. 1979 жылы Бәтима қайтыс болды. Жұмыс орнында отырған жерінде миына қан құйылды. Сөйтті де құлады, қайта тұрмады. Небәрі 43 жаста еді. Әлібек екеуі жаназасын шығарып, жер қойнына тапсырды. Ол кезде бала 9 жаста болатын. Әйелі өлгеннен кейін Оразбайдың бүкіл әлемі бір нүктеге тірелді. Ұлы Әлібек оның бар байлығы болды. Таңертең жолға шығуына да, кешкісін үйге оралуына да жалғыз себеп осы бала еді. Әлібек әкесіне тартып момын болып өсті. Бұзақылық жасамайтын, ешкіммен төбелеспейтін. Сабақты орташа оқығанмен қолы өте шебер еді. Үйдегі бұзылған радионы, сағаттарды, көршінің мотоциклін бәрін жөндеп беретін. 8 сыныптан кейін Аягөздегі темір жол кәсіптік училищесіне машинист көмекшісі мамандығына оқуға түсті. Күн сайын электр пойызымен оқуға барып келетін. Таңғы сағат 7-ден 12 минут кеткенде кетеді, кешкісін сағат 16-дан 40 минут кеткенде оралады. Оразбай кестені жатқа білетін. Егер жұмысы ерте бітсе, олын перронда күтіп алатын. Әлібек вагонда келе жатып әкесін көрсе күлімсірейтін.
«Әке, қойсаңызшы, мен кішкентай бала емеспін ғой», дейтін. Оразбай үнсіз басын изейтін. Содан кейін екеуі шпалдың үстімен үйге қарай үнсіз адымдайтын. Оларға осылай үндемей жүргеннің өзі жағымды еді. Әлібек 16 жаста болатын. Оқуын бітіруге тағы 1 жыл қалған. Оразбай депомен сөйлесіп қойған. Бала оқуды бітірген соң машинист көмекшісі қылып жұмысқа алатын болды. Пысық бала. Қолынан бәрі келеді. Бәрі өз орнымен келе жатқан еді. Бәтима өлгеннен бері 7 жыл өткенде, Оразбай алғаш рет жүрегінде тыныштық сезінді. Ұлының ісі оңалды. Қасында болады. Машинист атанады. Өмір сүреді. Бәрі жақсы болады деп сенді. Енді осының бәрін күл талқан еткен адам туралы айтайық. Бағлан 34 жаста, Аягөз бекеті бастығының орынбасары. Денесі ірі, борпылдақ, беті қып-қызыл, көздері сығырайған, дауысы аққыш, дөрекі адам еді. Күн сайын кешкісін ішетін, маскүнем емес, бірақ тұрақты түрде жұмыстан кейін 1 бөтелке, кейде 2 бөтелке ішіп алатын. Мұндай адамдардың қолына билік тиіп, қанына ішімдік араласқанда олар өте қауіпті болады. Олар қатыгез болғандықтан емес, өздеріне бәрі болады деп есептегендіктен солай істейтін. Бағланның туған ағасы Нұрлан Аягөз қалалық сотының судьясы еді. Мұны бүкіл қала білетін. Бағлан осы билікті өз пайдасына асыратын. Қол астындағыларға дөрекілік көрсететін, олар амалсыз төзетін. Жолаушыларға айқайлайтын, олар үнсіз қалатын. Соңғы жылдың ішінде оның үстінен 3 рет шағым түскен, бірақ еш нәтиже шықпады. Бекет бастығы оны шақырып алып, сырт көзде кейігенсіп, артынша істі жауып тастайтын. Өйткені судья Нұрланмен жауласу ешкімге жақсылыға келмейтін. 1986 жыл, 23 қыркүйек. Аягөз бекетінің перроны. Сағат 16-дан 35 минут кеткен кез. Әлібек перронның шетінде тұрып, кешкі электр пойызын күтіп тұрған еді. Арқасында қоржыны, жейдесінің түймелері ақтылған. Күздің шуақты күні, дала жылы. Перронда 14 адам бар еді. Оның қасында мас Бағлан тұрған. Тым қатты емес, бірақ едәуір ішіп алған. Бекет бастығымен түскі ас ішіп, коньяк соққан еді. Әлібек бір аяғынан екінші аяғына ауысып тұрып, байқаусызда Бағланның иығына тиіп кетті. Тіпті сезбей де қалды. Бағлан кілт тоқтап, Әлібектің күртесінің жағасынан шап беріп ұстап, өзіне қарай жылқып қалды. «Қайда тартып барасың, малғын?» деп ақырды ол. Әлібек сасып қалды. «Кешіріңізші, байқамай қалдым». Бірақ Бағлан жағасын жібермеді. Көздері қанталаған, беті бақырай пісіп кеткен. «Неттен өжетедің? Үлкен адам сөйлескенде көзіне тіке қара». Әлібек жаймен ғана шегінбек болды. Дөрекілік көрсетпей, ақырын ғана босап шыққысы келді. Бірақ Бағлан оны кеудесінен қатты итеріп жіберді. Оның мас күйіндегі есебі бойынша бұл жеңіл итеру еді. Бірақ олар тұғырдың, перронның дәл шетінде тұрған болатын. Құлауға жарты метр ғана қалған еді. Әлібек теңселіп барып, арқасындағы ауыр қоржыны артқа тартып, аяғы тайып кетті. Ол 1,2 метр биіктіктен төменге, темір рельстің үстіне құлап, арқасымен шпалға қатты соғылды. Аяғы қайрылып қалды. Дәл сол сәтте электр пойызы бекетке кіріп келе жатқан еді. Машинист тұғырды көргенімен төмендегі рельсті көре алмады. Бұрылыс, айқай, тежегіш. Пойыздың толық тоқтау жолы 200 метр. Әлібекке дейін 40 метр ғана қалған еді. Тұғырда тұрған бір әйел шыңғырып жіберді. Бір ер адам көмекке ұмтылып, қолын созды, бірақ жете алмады. Әлібек тұруға талпынды. Сол аяғы жансызданып тындамай қалған екен. Ол жоғары қарап, өзіне жақында қалған пойыздың жарығын көрді. Бағлан болса тұғырдың шетінде қолын қалтасына салып, еш қимылсыз төмен қарап тұрды.
Әлібек небәрі 16 жаста еді. Оқуын бітіруге 1 жыл, машинист көмекшісі ретінде алғашқы сапарына шығуға 1,5 жыл қалған еді. Оразбай суық хабарды 1 сағаттан кейін естіп, бекетке шауып келді. Тұғыр тәртіп сақшылары рельстің үстіндегі қалың кенеп, брезент. Оны жақындатпады. Аймақтық сақшы Берік оны иығынан ұстап, «Оразбай аға, бармаңыз, керегі жоқ. Мұны көрмегеніңіз абзал», деп тоқтатты. Оразбай үнсіз тұрды. Жылаған да жоқ, айқайламады да. Тек кенепке қарап, мелшіп қатып қалды. Сақшылар куәгерлерден жауап алды. 14 адамның 7-і ашықтан ашық. Итеріп жіберді, деп айтты. Бағланның есімін атап, оның мас болғанының, үстіндегі қызметтік киімін сипаттап берді. Қалғандары алыста тұрғандықтан анық көре алмаған. Бәрі қас қағым сәтте болған еді. Бағлан тұтқындалды. Хаттама толтырылып, жауап алынды. Бірақ 3 сағаттан кейін оны босатып жіберді. Судья ағасы Нұрлан облыстық ішкі істер басқармасының бастығына қоңырау шалды. Бастық тергеушіге бұйрық берді. 2-ақ қоңырау. Осы жеткілік деді. 1 аптадан кейін тергеудің ресми нұсқасы шықты. Жасөспірім Әлібек ішімдік ішкен кейінге Тұғырдың шетінде тепе-теңдігін жоғалтып, жолға құлап кеткен. Сараптама қорытындысы бойынша қанында 0,3 промилле ішімдік бармыз. Әлібектің ешқашан ішпейтінін Оразбай да, көршілері де, сыныптастары да білетін. Бірақ қағаздың аты қағаз. Мөр басылған, қол қойылған, сан жазылған. Куәгерлерді қайта шақыртты. 7 адамның 4-еуі көрсетпелерін өзгертті. Алыста тұрдым, қателесуім мүмкін. Итергенін анық көрмедім, мүмкін байқаусызда тиіп кеткен шығар, десті. 2-еуі мүлдем келмей қойды. Тек 3 адам қалды. 70 жастағы кемпір, жасы келген соң шатастыруы мүмкін деді. Алыста тұрған әйел, көрсетпесі нақты емес деді, және өзі де ішімдікке жақын бір еркек. Сенімсіз куәгер деді. Іс басқаша бағаланып, соңында жабылып қалды. Жазатайым оқиға. Темір жол тұғырындағы мас жасөспірім. Оразбай тергеушіге 4 рет барды. 1-ші жолы. Тыңдады, жазып алды, анықтаймыз деп уәде берді. 2-ші жолы. Оразбай аға, біз жұмыс істеп жатырмыз, күтіміз. 3-ші жолы. Сараптама бәрін дәлелдеді. Бала мас болған. Қайғыңызға ортақпыз, бірақ дерекке қарсы келе алмаймыз. 4-ші жолы. Тергеуші оны қабылдамады да, хатшы қыз дәлізде сыбырлап қана. Оразбай аға, бұдан бұлай келмей-ақ қойғаныңыз дұрыс болар, деді. Оразбай облыстық қадағалау органына, прокуратураға хат жазды. 6 аптадан кейін хат келді. Ішінде тек бір сөйлем. Тексеру нәтижесінде тергеу органдарының іс-әрекетінен ешқандай заң бұзушылық табылған жоқ. Мөр, қол. Жаназадан 2 ай өткен соң Оразбай бекет алаңында Бағланмен бетпе-бет келіп қалды. Сол баяғы Тұғыр. Бағлан Оразбайға бейне бір бос кеңістікке немесе әйнекке қарағандай қарап өтті. Тіпті адымын да баяулатпады. Оразбай тоқтап, оның арқасына ұзақ қарап тұрды. Сосын бұрылып кете барды. Оразбай ішімдікке салынбады, ашуға берілмеді. Бұдан былай ешқайда шағымданбады. Ол үндемейтін болды. Көршілерімен сөйлесуді қойды. Бекеттегі таныстарымен амандаспайтын болды. Тек жұмыс және үй. Кенттегілер Оразбай мүлдем шөп кетті. Қайғы оны жеңді. Әйелі де жоқ, баласы да жоқ. Жалғыз қалды, десті. Аймақтық сақшы келіп, мүмкін дәрігерге көрінерсің. Біреумен ішінді босатып сөйлесуің керек шығар, дегенде Оразбай, рахмет, керек емес, деп есікті жауып алды. Бәрі қария сынып қалды. Зейнетке дейін әрең штар, сосын мүлдем құриды, деп ойлады. Бірақ ол сынған жоқ еді.
Оның ішінде тыныш, әрі өте дәл жұмыс жүріп жатты. 34 жыл бойы жол тексеріп, рельстегі ешкім көрмейтін кішкентай сызатты байқайтын қарауылшының дәлдігімен ол бір нәрсені анық білді. Әр сенбі сайын Бағлан өз бақшасына жаяу баратын. Оның бақшасы 7-ші шақырымдағы теміржол өткелінің маңында орналасқан еді. Жұмыс ауысымы аяқталған соң, кешкі сағат 10-дар шамасында бекеттен шпалдардың үстімен 2,5 шақырым жүретін. Бұл тас жолмен жүргеннен әлде қайда жақын. Барлық теміржолшылар солай жүретін. Қол шам, бір бөтелке ішімдік және үйреншікті бағыт. Бағлан теміржолдан қорықпайтын. Ол осы жолдың бойында өскен адам еді. Ол бұл жолмен бейне бір үйінің дәлізінде жүргенде еркін адымдайтын. Оның басты қателігі де осы болды. 9-шы шақырымда бұрыннан қалған ескі ағаш қарауыл үйшігі тұрған. Кезінде онда бағыт беруші отыратын. Қазір ол ешкімге керексіз бос тұр. Ішінде төбесі, қабырғалары мен ескі сәкісі бар. Дәл осы тұста теміржол солға қарай шұғыл бұрылатын. Рельстер биік үйіндінің жиегімен өтеді. Оң жақта 6 метрлік терең құз, астында бұлағы бар жыра жатыр. Екі жағында қалың орман қоршаған. Бұрылыстың кесірінен машинист алдындағы жолды 300 метрден артық көре алмайды. Аяқөзден Шарға қарай жүретін жүк пойызы бұл тұстан әр сәрсенбі және сенбі күндері сағат 23-тен 47 минут кеткенде өтетін. Сағатына 60 шақырым жылдамдықпен еш аялдамасыз 40 вагон 3000 тонна салмақпен зулайтын. Мұндай салмақпен бұрылыста пойызды 1 шақырым қалғанда да тоқтату мүмкін емес еді. Оразбай тағы бір нәрсені білетін. Бағлан әрқашан осы үйшіктің қасына тоқтап, сәкіге отырып, ішімдігін соңғы тамшысына дейін тауысып, темекі шегетін. Ол жерде 10, 15, 20 минуттай отырып, сосын барып жолын жалғастыратын. Оразбай мұны жылдар бойғы жұмысында талай рет көрген. Мас адамның бұл әдеті пойыз кестесіндей тұрақты еді. 4 ай бойы Оразбай бақылап, есептеп, уақытты белгілеп жүрді. Бағлан бекеттен сағағат 22-ден 10 минут кеткен аралықта шығады. Шпалдың үстімен сағатына шамамен 4 шақырым жылдамдықпен жүреді. 9-шы шақырымдағы үйшікке сағат 22:30 пен 22:50 арасында жетеді. Ол жерде отырып, сағат 23-тен 10 минут кеткенде кетеді. Жүк пойызы сағат 23:47-де. Оразбай 4 ай бойы мұны тексеріп, қайта-қайта көз жеткізді. Әр сенбі сайын сағаттай дәл қайталанатын. Бағлан ішеді, жүреді, үйшікте отырады, сосын кетеді. Жүк пойызы ол кеткеннен кейін 37 минуттан соң өтеді. Апта сайын бір қайталанатын көрініс. 1987 жылдың қаңтары, сенбі күні. Далада 18 градус суық, қар жауып тұр. Ертістен соққан жел бет қариды. Оразбай жұмысын сағат 20-да аяқтады. Үйіне келіп, кешкі асын ішті. Картоп, нан, шай. Ыдыс аяқты жуып қойды. Сағат 22:50-де жолға шықты. Орман ішімен 9-шы шақырымға дейін 1,5 шақырымдық соқпақ жол бар. Етігінің астында қар ғана сықырлайды. Ай жоқ, аспанды бұлт торлаған. Қыстың қап-қараңғы түні. Қолында ауыр сүймен. Салмағы 6 келі, ұзындығы 1,5 метрлік темір жолшының кәдімгі сүймені. Бұл оның құралы, 34 жыл бойы қолынан түспеген қаруы. Үйшікке сағат 23-тен 10 минут кеткенде жетті. Үйшік бос екен. Сәкінің үстінде бос бөтелке жатыр. Бағлан келіп, кетіп үлгеріпті. Оразбай сағатына қарады. Үйшіктен шығып, теміржол бойымен өткен жаққа көз тастады. Алыста шамамен 300 метрдей жерде қолшамның жарығы әрең көрінеді. Мас Бағлан әрең басып барады. Әлі өткелге жетпеген екен. Оразбай шпалмен емес, жол жиегімен дыбыс шығармай, жылдам адымдап соңынан ерді.
34 жыл бойы түнде темір жол жағалап өскен адам әр тастың, әр тамырдың, әр төмпешіктің орнын білетін. Қар аяқ дыбысын басып тастаған, жел болса дыбысты кері айдайды. Оны 9-шы шақырымның бағанасының қасында қуып жетті. Бағлан шпалдың үстінде теңселіп тұр екен. Қолшамын қалтасына салып, темекісін шығарды. Арқасымен Оразбайға қарап тұрғандықтан, желдің гуілінен артынан келген дыбысты естімеді. Сіріңке шақты алақанымен желден тасалады. Оттың жарығы оның қып-қызыл, ісінген бетін жарықтандырып жіберді. Оразбай 2 адым жақындап келіп, сермеп қалды. Бір-ақ рет ұрды. Сүйменнің жалпақ жағымен самайынан періп жіберді. Қысқа әрі дәл соққы. Оразбайдың қолы бұл құралды 34 жылдан бері біледі. Оның салмағында, ұзындығында, тепе-теңдігінде шатқа біледі. Күңгірт дыбыс шықты. Бағлан дыбыс шығармай, етпетінен шпалдың үстіне құлады. Темекісі қарға түсіп, сөніп қалды. Қолшамы бір жаққа ұшып кетті. Оразбай еңкейіп қарады. Дем алып жатыр, ес-түссіз. Аяғынан ұстап сүйрей жөнелді. Ауыр екен. Салмағы 100 келідей болады. Тісін қайрап 3 метрдей жерге сүйреп апарып, оны рельстің үстіне көлденеңінен жатқызды. Басын бір рельске, денесін шпалдың бойына қойды. Жолда келе жатып сүрініп құлаған мас адамның кейпі. Қыс кезінде мұндай көрініс әр ай сайын қайталанады. Бағланның қолшамын жерден алып сөндірді де қасына қоя салды. Бейне бір қалтасынан түсіп қалғандай. Айналасына көз тастады. Іздер, қар. Батыстан боран соғып тұр. Жарты сағаттан кейін ештеңе қалмайды. Сағатына қарады. 23:38. Оразбай 50 метрдей артқа шегініп, теміржол үйіндісінің жанындағы қайындардың тасасына тығылды. Айнала пас қараңғы. Тек суық жел гүлдейді. 23:44-те алыстан пойыздың жуан әрі созылыңқы даусы естілді. Рельстер гүлдей бастады. Етігінің табаны арқылы теміржолдың дірілі сезілді. Бұл Оразбайға таныс діріл. Бейне бір теміржолдың соғып тұрған тамыры сияқты. 23:47. Бұрылыстан пойыздың жарығы көрінді. Жарық сәулесі қайындардың ұшымен және рельстің бойымен жүгіріп өтті. Жүк пойызы сағатына 60 шақырым жылдамдықпен келе жатты. Бұрылыста машинист жолға емес, бағдашамға қарап отырды. Қараңғы шпалдардың үстінде жатқан қараңғы бейне, түн, қар, боран. Машинист ештеңе көрмеді. Тежегішті де баспады, ештеңе сезбеді. Салмағы 3000 тонна болатын 40 вагон бағланның үстінен 1,5 минутта өтіп кетті. Пойыз өткеннен кейін рельстер тағы 1 минуттай гүлдеп тұрды. Содан кейін қайтадан тыныштық орнады. Тек жел мен қар ғана қалды. Оразбай біраз тұрды да, бұрылып орман ішіндегі соқпақпен үйіне қарай адымдады. Қолындағы сүйменін үйіне әкеліп жуып құрғатып сыртты де, сарайдағы басқа құралдардың қасына қойды. Үйге кіріп, етідін шешіп, шәйнегін қойды. Шай ішіп болған соң төсегіне жатып, ұйықтап кетті. Денені таңертең жол жөндеушілер тапты. Дене бөлшектері жол бойымен 400 метрге шашылып кеткен екен. Күртесі үйіндіге ұшып кеткен. Қалтасынан құжаттар табылды. Осылайша оның кім екені анықталды. Дененің күйі соншалықты нашар болғандықтан, пойызбен соқтығысқанға дейін қандай да бір жарақаттың болған-болмағанын анықтау мүмкін болмады. Сүйектері күл талқан болып, бас сүйегі мен қаңқасы мүлдем зақымдалған еді. Аудандық аурухананың патологоанатомы қолынан келгенше дерекке тіркеді. Өлім теміржол құрамымен соқтығысу салдарынан болған. 3 ауданға жалғыз маман. Ол криминалист емес еді. Ешкім іздемеген нәрсені іздеуге оны негізі де болмады. Қан сараптамасы 2,1 промилле ішімдік барын көрсетті. Мас күйінде жолмен келе жатып, сүрініп құлаған. Пойыздың даусын естімеген. 18 градус суық. Жел, боран, түн. Стандартты қорытынды.
Судья ағасы Нұрлан бекетке келіп тергеуді талап етті. Тергеуші иығын қиқан еткізіп: Нұрлан мырза, 2 промилле ішімдік, түн, темір жол, боран. Мұндай оқиғалар облыста жылына 10 рет болады, деді. Судья айқайлады, сес көрсетті. Қайта сараптама жасауды талап етті. Бірақ қайта зерттейтін ештеңе қалмаған еді. Денесі жабық табытта жерленді. 1 айдан кейін іс жабылды. Бекет кезекшілерінен жол жөндеушілерден жауап алынды. Қарауылшы Оразбайдан да сол кеште жолда болған-болмаған сұрады. Жоқ, жұмысты сағат 20-да аяқтадым, үйде болдым. Кешкі асымды ішіп, ерте жаттым, деді. Оның сөзін жазып алып жібере салды. Жасы келген, жесір қалған, жалғыз ұлынан айырылған қарауылшы. Жуас, момын адам. Оның қолына не келеді? Себеп? Қандай себеп? Иә, ұлы қайтыс болды. Бірақ ол іс баяғыда жабылған. Жазатайым оқиға деп танылған. Оразбай тергеушіге барып айқай-шу шығарған жоқ. Сабыр сақтады. Қайғырды. Сосын тынышталды. Қария. Ешкім оған ешқашан күдікті ретінде қарамады. Не үшін? Үстінде ескі ватник киген, қолында темір жол құралы бар ақ шашты қарт. Ол бейне бір темір жолдың бір бөлшегі іспеттес еді. Бағана шпал немесе рельс сияқты көрінбейтін жан. Оразбай зейнетке шыққанша тағы 3 жыл сол жолмен жүрді. Күн сайын 9-шы шақырымнан, әлгі үйшіктің жанынан, бағлан соңғы рет темекі тұтатқан бағананың қасынан өтетін. Ешқашан тоқтамайтын, артына бұрылып қарамайтын. Әрқашан бір қалыпты адыммен жүріп өтетін. 1990 жылы зейнетке шықты. Жалғыз тұрды. Тауық асырады, отын жарды. Көршілерінің шарбағы мен сатысын жөндеп беріп жүрді. Жексенбі сайын зиратқа баратын. 2 бейіттің Бәтима мен Әлбектің арасындағы сәкіде 2 сағаттай тапжылмай отыратын. Ұлының ескерткіші қарапайым, бетоннан жасалған. Суреті бар. Суретте Әлбек оқу орнының киімімен күлімсіреп тұр. Оразбай ескерткіштерді шүберекпен сүртіп, гүлдерін ауыстырып, үнсіз темекі шегетін. Кейде еріндері жыбырлап кететін, бірақ ешқандай дыбыс шықпайтын. Ешкімге тіс жармады. Не көршілеріне, не таныстарына. Бірде-бір тірі жанға айтқан жоқ. Осыншама жылдар ішінде бірде-бір сөз, бірде-бір ишара, тіпті мас күйінде де аузынан сөз шыққан емес. Айтудың қажеті де жоқ еді, тыңдайтын адамы да жоқ болатын. Оразбай 1994 жылы 62 жасында дүниеден өтті. Жүрегі тоқтап қалды. Бекет маңындағы өз үйінде, ұйқыда жатқан жерінде тыныш қанаттанды. Келесі күні көрші әйел тауықтардың аш екенін байқап, үйіне кіргенде оны тапты. Төсегінде жатыр. Жүзі өте тыныш. Көршілері жиналып Әлбектің жанына жерледі. Содан кейін бәріне ортақ қоршау қойды. Ал Бағланым өлімі туралы іс әлі күнге дейін Аягөз бекетінің теміржол полициясының мұрағатында жатыр. 1987 жылғы қаттама, 4-ші стеллаж, 2-ші сөре. Теміржол көлігіндегі жазатайым оқиға. Мас азаматтың жолға шығып кетуі. Мұхабасы шаң басып жатыр. Ешкімге керек емес. Міне, осындай хикая. Біреулер, бұл өз бетімен сот жүргізу, бұлай істеуге болмайды, дер. Иә, заң жүзінде Оразбай адам өлтірді. Бірақ менің айтарым, тұғырда тұрған 14 адам мас бандиттің сенің 16 жасар ұлынды пойыздың астына итеріп жібергенін көрсе, 7 адам куәлік берсе, бірақ 2 қоңырау бұл кісі өлтіруді жазатайым оқиғаға айналдырып, сенің өлі баланды өзі кінәлі маскүнем қылып шығарса, саған көндік, тыныштал, араласпа десе, сонда кішкентай адамның қолында не қалады?
Сіз Оразбайдың орнында болсаңыз, не істер едіңіз? Пікір қалдырыңыз. Егер жазылмаған болсаңыз, арнамызға жазылыңыз. Мұнда тек жиі көмгісі келген тарихтар ғана айтылады.